Ал Өскеменде теннистен халықаралық турнир басталды. Оған 13 пен 18 жас аралығындағы осы спорт түрінің шеберлері қатысуда. Бұл сайыстың қатысушыларға материалдық жағынан да, кәсіби жағынан да берері көп дейді спорттық шараны ұйымдастырушылар. Додаға жалпы саны 50-ден астам спортшы қатысты. Араларында Өзбекстаннан келген құрама командалар да бар. Спортшылар 5 күн бойы шеберліктерін ортаға салады. Биыл жүлде қоры 10 мың ақш доллары. Сондықтан сайысқа қатысушылар саны да жылдағыдан біршама көп. Ұйымдастырушылардың айтуынша, теннисшілердің дайындығы жаман емес. Турнирдің бір ерекшелігі жеңімпаздар әр жеңісі сайын қомақты ақшалай сый иеленіп қана қоймай, олардың рейтингтері де өсетін болады. Ал бұл теннисшілерге болашақта ірі жарыстарға қатысуға мүмкіндік беретін шарттардың бірі. Бұл жарыста мен бірінші раундты ұттым. Енді келесі раундтарға ұтуға тырысамын, әрине. Ал енді бұл жарысқа келгеніміз, ол біздің жаттықтырушыларымыздың үлкен дайындықпен келген болатынбыз жаттықтырушылармен. Бұл жарыста жеңіске ұмтыламыз.